Стандарттау және сертификаттау білім беру бағдарламасына арналған шикізат және дайын өнімдердің қасиеттерін зерттеу әдістері бойынша лекция. Бүгінгі лекциямыз бұл 5-ші лекция, шырынды өсімдік шикізаты. Сабақтың міндеті бұл жаңа сатылы таңдаулы өнім тұтынушыларға арнап жеміс-жидек және көкөніс шырындарын дайындауда шырынға қойылатын сапасын анықтау және осы мақсатқа жету үшін алға міндеттер қойылды. Ол міндеттер сапалы таза өндіріс және экологиялық таза өнімді өндіру ерекшеліктерін ғылыми теориялық негізден жүйелеу, сапалы өніммен айналысатын кәсіпорындардың салалық мүмкіндіктерін арттыру жолдарын талдау, инновациялық технологияны қолдану бұл сабақтың негізгі мақсаттары мен міндеттеріне жатады. Сіздердің назарларыңызға қалпына келтірілген шырындардың органолептикалық көрсеткіштері көрсетіліп отыр. Бұл көрсеткіштер атап өтетін болсақ, шырынның сыртқы түрі консистенциясы, яғни консистенциясы екі түрге бөлінеді: түссіздендірілген және түссіздендірілмеген. Жұмсағымен шырынның екі түрі болады негізі. Соның екіншісі жұмсағы, дәмі, иісі, түсі. Оның түсіне байланысты түссіздендірілмеген және жұмсағымен есептелінеді. Сонымен қатар бұл кестеде осы көрсеткішке байланысты сипаттамасы қоса көрсетіліп отыр. Келесі слайдта сіздердің назарларыңызға қойылған шырындардың органолептикалық көрсеткіштері жаңа алдыңғы кестеде көрсетілген, оны жұмсағымен деп, сол жұмсақ шырын ол қойылған шырындарға жатады. Көрсеткіштер: шырындардың сыртқы түрі консистенциясы, тоже екіге бөлінеді: түссіздендірілген, түссіздендірілмеген, дәмі, иісі, түсі. Осыған байланысты оларға қойылатын нормативтік құжат бойынша сипаттамасы көрсетіліп отыр. Келесі слайдта жеміс және жидек шырындардың физика-химиялық көрсеткіштері. Біз шырындардың сапалық физика-химиялық көрсеткіштерін анықтау үшін біз келесі көрсеткіштерді анықтаймыз. Яғни тұнбаның салмақтық үлесі, түссіздендірілген жүзім шырынынан басқа қойылған шырындардың тұнбаның салмақтық үлесі, этанолдың салмақтық үлесі, яғни пайыздық мөлшерімен, жұмсағының салмақтық үлесі, этил спиртінің салмақтық үлесі, минералдық қоспалар, яғни механикалық, өсімдік тектестік қоспалар, минералды және өсімдік текті қоспалардан басқа бөтен қоспалардың болмауы, дәрумендердің болу кездесуі және сорбент қышқылдарының салмақтық үлесі. Соған байланысты маркалық жоғары және бірінші сұрыптық белгілеріне байланысты нормативтік құжат бойынша рұқсат етілген мөлшері көрсетіліп отыр. Келесі слайдта шырында қолданылатын шикізаттардың физикалық, химиялық құрамы және құндылығы көрсетіліп отыр. Шырын бізде көбінесе өрік, шабдалы, алхоры, шие, алма, алмұрт, жүзім, қарақаттардың қызыл, қара түрлері, таңқурай, апельсин, лимон, мүк жидегі, ит бүлдірген, қой бүлдірген шырындары бізде көп қолданылады. Соған байланысты құрамдағы физикалық, химиялық құрамы бұл су, көмірсу, ақуыздар, құндылығы килокалория, яғни 100 граммға есептелінген, қышқылдылығы, сапалық көрсеткіштері және дәрумендік мөлшерлері көрсетіліп отыр. Бұл жерде біз қарап отырсақ, ең құндылығы жоғары бізде көбінесе өрікте, алхорыда және алма, ең үлкені жүзім шырынында біздің құндылығы өте жоғары болып келеді. Келесі слайдта тура сығылып алынған және қалпына келтірілген шырындарда құрғақ ерігіш заттардың салмақтық үлесі, шырындардың атауы, ол біздің күнделікті қолданылып отқан шырындар, түссіздендірілген және түссіздендірілмеген, жұмсағымен, соған байланысты құрғақ ерігіш заттардың салмақтық үлесі көрсетіліп отыр. Қалпына келтірілген шырындардың массалық үлесі назарларыңызға беріліп отыр. Келесі слайдта алмадан алынған шырынның сапасының физика-химиялық көрсеткіштері. Бұл шырынның маркасы Ботани, фруктовый сад, Добрый, Я, Дада, Денди және Вита.
Бұл шырын маркілері біздің Қазақстанның сауда орындарында көп кездеседі. Құрғақ қалдықтар, көмірсулар, органикалық қышқылдар, амин қышқылдар көрсеткіштері көрсетіліп отыр. Біз күнделікті дүкен сөрелерінде кездесетін шырындардың сипаттамасын қарайтын болсақ, талдай отырып, алмадан алынған шырындардың физика-химиялық параметрлерін бағалаған кезде барлық шырындар үшін жеміс шырыны анықталынған. Алма шырыны үшін ерегіш заттардың массалық үлесі кемінде 11,2%, ал титірленген масса болу керек екендігін көрсететін бұл күкірт қышқылы 0,1-ден 1,4%-ға дейін кездесті. Ботани, Q, Я, фруктовый сад, добрый нормаларға сәйкес шырын үлгілерінің физика-химиялық параметрлерін зертханалық зерттеу нәтижелері келтірілген. Күңгірт шырынын, яғни үлгісі қышқылдық индикатормен қорытындылады. Егер құрамындағы құрғақ заттардың массалық үлесі нормадан, яғни 1,2 болса, онда қышқылдық титірленген массалық үлесі техникалық шартта көрсетілген нормативті құжатқа сәйкес, яғни 0,3-тен 0,8%-ға дейін анықталды. Көбінесе бұл нормаға сәйкес екендігін біз көруімізге болады. Міне, құрғақ қалдықтар мөлшері диаграмма түрінде көрсетіліп отыр. Сонымен бірге технологиялық және пайдалануға байланысты жеміс көкөністердің классификаторлары. Біз көбінесе лекциямыз жеміс-жидек шикізаттары болғандықтан біз шырынға байланысты және мынау екінші өнім бұл консерві өнімдерінде қолданылады жеміс-жидектер. Бұл консервілердің түрлері көрсетіліп отыр. Яғни көкөніс жемісті, көкөністі және балалар үшін диеталық тамақтану үшін қолданылатын консервілер. Консервілерде біз көбінесе компоттар, шырындар, жаңағы тосап, жем, маринадтар, томаттар аламыз, тұздатылған және ашытылған өнімдер аламыз және тағы басқа да өнімдер аламыз. Келесі слайдта сіздердің назарларыңызға натуралды көкөніс консервілер классификациялары көрсетіліп отыр. Яғни тұтас көкөніс, кесілген көкөніс, ұнтақталған көкөніс, ұсақталған көкөніс, көкөніс томаты. Ұнтақталған көкөніс, әсіресе ұсақталған көкөніс бізде тамақ балалар өнімдерінде көп қолданылады. Сонымен басқа түскі және салмалы көкөніс консервілердің классификациясы көрсетіліп отыр. Бұл көбінесе бізде асқа қолданылады, ыстық тағамға. Яғни бірінші түскі ас, екінші түскі ас, салма және қоғамдық тамақтану үшін жартылай фабрикат консервілері үшін қолданылады. Келесі слайдта сіздердің назарларыңызға көкөніс маринадтардың классификациясы көрсетіліп отыр. Көкөніс маринадтары келесі қолдану көрсеткіштері бойынша бөлінеді. Бұл шикізатта қолдану түрі бойынша, тамақ қоспаларын қолдану бойынша, қолданылған тарау түрі бойынша және өңдеу әдісі бойынша. Сіздердің назарларыңызға көкөніс шырындарының минералдық және дәрумендік құрамы көрініп отыр. Алдыңғы слайдтарда біз жеміс-жидектерін көрсететін болсақ, бұл жолы сіздерге көкөніс шырындары көрсетіліп отыр. Яғни қызанақ, сәбіз, асқабақ, қызылша, қарбыз, қауын, сәбіз алма, сәбіз жүзім және асқабақ сары өрік. Натрий, калий, кальций, магний, фосфор, темір и дәрумендер. Сонымен қатар көкөніс шырындарының химиялық құрамы және қуаттылық құндылықтары көрініп отыр. Яғни су, ауыз, майлар, көмірсулар, органикалық сілтемелер, яғни күлділік қуаттылығы. Шырындардың дәмі бойынша талдау, яғни пайыздық үлесі бойынша, тұтыну көлемі бойынша бізде ең көп қолданылатын апельсин шырыны көп қолданылады, абрикос шырыны өте көп қолданылады. Және шырын ассортименттері бойынша Ауыл шаруашылық министрлігінің деректері, міне алма, абрикос, персик шырындары көп қолданылады. Қазақстан нарығында ең көп сатылатын шырындар кәсіпорындары шырын өндіретін бұл Foodmaster, Gold Product, Астана Bottlers, Econoproduct Group және басқа да Райымбек Bottlers кәсіпорындары.
Қазақстандық шырын нарығындағы компаниялардың үлесі ең көбінесе бұл Райымбек Ботлерс компания